таласа оянып қоғамның тыныштығын күзететін мамандық иесі ол полиция қызметкерлері. Оларға деген халықтың сенімі күн сайын артпаса, азайған емес. Арма көрермен, эфирде сақшымен сырласу бағдарламасы. Сұхбатымыздың бүгінгі қонағы Атырау облысы полиция департаменті, жергілікті полиция басқармасы бастығының орынбасары, ішкі істер органдарының үздігі, аяулы жар, үлгілі әке, полиция полковнигі Мырзалы Өтеғалиев. Мырзалы Өтеғалиұлы, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Сіз қос ғасыр қызмет атқарған полицейсіз. Әрбір адам атқарған жұмысының барысында белгілі бір тәжірибе жинақтайды. Ал сіз полиция қызметінде өзіңізге қандай тәжірибе алдыңыз? Бүгінгі осындай шақырып отырғандарың көп рахмет. Енді одан бұрында мына телевидениеге шақырып, заң бойынша, Қазақстан Республикасына заңдарға енген өзгерістер бойынша сұхбаттар берілетін болатын. Енді осы бүгін бір басқаша ерекше болайын деп тұр. Жалпы ішкі істер органдарына мен 95 жылы келгем. Содан бері біршама уақыт өтті, ойлап қарасамыз. Енді тәжірибе 10 басқарма бастығын ауыстырған екем осыған дейін. Жұмыс жасаған бойынша әр қызметкерлерден, әр бастықтардан әртүрлі адам болғасын тәжірибе жинақтайды. Мына бірінші келген кезде сұрақтар туындайтын еді менде. Неге бұлай жасамайды, неге қызметкерлер мысалы біреуі ұйықтап қалады, жұмысқа кешігіп қалады, неге өз міндетін атқармайды деген сұрақтар туындайтын еді. Сол кезде есімде бастығымыз айтатын еді, адамдар бәрі әртүрлі өтеді. Егер адамдардың бәрі білімді болып туатын болса, адамдардың бәрі сонда орындаушы болатын болса, онда çok оңай болатын еді. Сондықтан әркімнің, әр қызметкерлердің өзінің қасиетіне қарап сол жұмсап білу керек деп. Сондықтан одан кейін өзімізде басшы қызметке тағайындалдым. Соған байланысты, мысалы, егер бір басқармада қармағында 40 адам болатын болса, 40 қызметкер болатын болса, оны 40 қызметкердің әртүрлі өз мінездемелері бар. Сондықтан оны жұмсау, оны тапсырма беруде соған байланысты, әр қызметкерге байланысты тапсырма беруде өзгеріп тұрады. Мысалы, біреулерге тез орындайды, үйінде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Таңертең жұмысқа келгенде семьясында бір келіспеушілік болып қалуы мүмкін. Соған байланысты адамның психологиясына байланысты келген кезде психологиясына қарап отырып, оның көңіл күйіне байланысты сондай сөйлеп үйрендік, сондай жұмыс жасап бірге. Осы салада сіз 25 жыл қызмет атқарудасыз. Әрине, мен бұл сұраққа қайта ораламын, себебі бір салада бірнеше жылдан бері қызмет атқару ол кез келгеннің қолынан келе бермейтін іс. Полицияда қызмет атқарған жылдары сіз бірнеше мәрте ішкі істер органдарының үздігі атандыңыз, бірқатар жетістіктеріңіз бар. Дегенмен, өзіңіздің ерекше есте қалған марапатыңыз болды ма? Полиция органдарына қызмет ету ол оңай жұмыс емес. Мен сол жұмысқа кірген кезде біздер 35 қызметкер қатар тағайындалдық. Арамыз бір 3 айдың ішінде 35 қызметкер қатар тағайындалдық. Қазір қарап отырсам, сол бізбен қатар тағайындалған 35 қызметкердің ішінде қалған жалғыз мен екем сол кезде. Енді жұмысқа байланысты қиындықтар да болды. Қиындықтар болады. Көбі кейбіреулері жұмыстан себептерінен шығып кеткендер болды. Зейнеткерлікке шығып кеткен қызметкерлеріміз де болды. Жалпы жұмыс істеу барысында қиындыққа байланысты кейде бұрындар кейде ойланасыз үйге келіп. Осы керек па, таңертең кетесіз, демалыс жоқ. Осы өзіміздің бірге оқыған достарымыз бар, ағайындарымыз бар, жұмыс жасап жүргенде сол қызығып қарайтын едік. Осы жұмысты қойғанда дұрыс болар деп. Бірақ та сонымен қатар қызығы да болады. Бір жұмысын жасап, өзіміздің қаламызға бір пайдамыз тиіп жатса, халық танып жатса, сонымен қатар айтқандай жинап мадақтау, марапат алып жатқан кезде адамның көңіліне, көкірегіне қуаныштар толып, мен бостан босқа қызмет атқарып
жатырған жоқ екенмін ғой деген бір жақсы сезім пайда болады сондай. Сондықтан мына жалпы кез келген марапат, оның ішінде мына кез келген марапаттың орны мен үшін қымбат. Осы кезге дейін бірқатар медальдармен, мадақтау қағаздармен марапатталдым. Оның әр мадақтаудың да өз орны бар. Сонымен қатар ішкі істер министрлігінің үздігі құқық тәртібін қосқан үлесі үшін деген медальдің мен үшін орны ерекше. Ол енді өзімнің осы атқарған жұмысымның өзім жемісі, біздің басшылықтың бағалауы ғой деп өзім солай есептеймін. Белгілі философтар айтады екен, адам барлығын білсе де өзіне сырттай баға бере алмайды. Сізді барлығы жалпы талапшыл басшы ретінде біледі. Ал сіз өмірде өзіңізді қандай адаммын деп есептейсіз? Жалпы сіздің енді айтып отқан шында сырт көзге белгілі болар. Осы бір кездескенде айтып атады, осы сабырлы, бір қалыптан таймайды деп, соның өзі маған жағымды естіледі. Енді мына жұмыс болған кезде, жұмыс болғасын, енді қызметкерлерден өзінің жұмысын талап ету ол қажет. Біз әсіресе біздің жұмыс бойынша, негізі мына біздің Бауыржан атамыз айтады ғой, тәртіпке бас үйден құл болмайды деп. Сондықтан енді біз өзіміз мына қызметімізге байланысты біздің ішкі істер органдағы ең басты қажеттілік нәрсе, өзімнің бұрыннан да мына қызметкерлер айтып отырам, қайталап, бізге ең бірінші тәртіп керек деп. Тәртіп болған жерде жұмыс болады. Сондықтан ол енді мана тәртіп бірінші кезекте болады. Содан екінші мана қызметкерлердің мына тәртіпке шақырып, одан кейін ол кейде бір қаттырақ енді жұмыс болғасын болады. Артықтау сөз айтып қойып жатсақ, енді манағы көп қызметкерлер өзімізден кейін келгеннен кейін, менің көп қызметкерлер көп қой. Сондықтан өзіңнің былай інің сияқты, балаң сияқты болып кеткендер бар. Жұмысқа да өзіміз бірге алған, сол кезде ұрсып атасын. Содан кейін артынан бір-екі күн өткеннен кейін шақырып алып, білдірмей оларға мақтауын айтып, сонда айтқаннан кейін олардың көзінен бір қуаныш, сондай бір сезімді байқағаннан кейін өзімізге ризашылық болып отады. Енді жалпы барлық нәрсе тәжірибемен, ұстаздықпен келеді ғой. Бізде солай тәрбиеледі. Біздің енді бізге солай да кезінде сөйтіп үйреткен. Адамға себепсіз қиянат жасамау, оның жолын кеспеу, тәрбиелеу, жолға салу. Бізде сөйтіп өсірді. Сондықтан бізде келесі ұрпаққа, біздің кейінгі келген қызметкерлерге сол қағидадан мен өзім ұстанып келе жатырмын. Жалпы қазақ ырымшыл халық. Дегенмен сіздің қызметіңізбен ырымыңыздың ұштаспайтыны белгілі. Дегенмен сіздің отбасыңыз бар, сіз қазақсыз. Қазақта айтады, ер адам үй салу керек, ағаш егу керек және бала өсіру керек деп. Осы үш негізгі міндетіңізден балаларыңызға тоқталсақ, бала тәрбиесіндегі ең маңызды нәрсе не деп есептейсіз? Мен енді өзім 4 баланың әкесімін. Жалпы мен өзім жұмысым сондай көп бала тәрбиесіне қатысы қол тие бермегеніне қарамастан да бала тәрбиесіне көңіл бөлуге тырыстым. Үлкен ұлым осында Атырау қаласында қазақ түркі лицейін бітірді. Содан кейін Назарбаев университетін бітіріп, қазір ЧО компаниясында жақсы инженер қызметке атқарып отыр. Жалпы әкенің айтқан тәрбиесінен, сөздерінен гөрі, айтқаннан гөрі, әке өзінің істеген, жалпы айтады қазақта, ұл бала, қыз бала әкесінің істеген ісін қайталайды деп, әсіресе ұл бала. Сондықтан мен өзім сол
балаларымды өзім ертіп жүріп, спорт секцияларына апардым, әртүрлі курстарға барып, тәрбиеге мән беруге тырыстым. Енді ер балаларым, әсіресе ер балаларымның аталар жиналысында уақыт тауып қатысып кетуге сондай тырысып, жалпы айтады ғой, әр адам өзінің жеткен жетістігін емес, баласының жеткен жетістігі маңызды деп, ата-ана үшін баласының жеткен жетістігі маңызды деп айтады. Мен сол ұстанымды мен ұстаймын. Егер балаларыңыздың бірі полиция қызметкері болса, не деп жауап берер едіңіз? Әрине, сіз полиция қызметкері ретінде деп жауап беруіңіз мүмкін, бірақ әке ретінде өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Жалпы дұрыс айтып отырсыз, мен енді балаларым полиция қызметкері болам десе, жалпы заң қызметкері болам десе, қарсы болмауы мүмкін. Менің жолдасым, балаларым өсіп келе жатқан кезде сұрақтар болады ғой. Сол кезде негізі жолдасым кішкене балаларға қарсы болды, полиция қызметкері. Жалпы енді ерте кетеді, кеш келеді, енді кезінде қонаққа да дұрыстап бара алмаймыз. Қонаққа барған кезде күтіп отырамыз, телефонымызды қайта қарап, телефонымыз өшіп қалған жоқ па, іздеп қалған жоқ па деп екі ой қатар жүреді ғой адамда. Сондықтан енді мен өзім қарсы болмаймын ғой әке ретінде. Енді бұл жерде үлкен жауапкершілік. Жалпы әке ретінде айтқанда, бұл енді жалпы қызметкер болу үлкен жауапкершілік қой. Сонымен қатар бір жақсы жері заң қызметкері, оны полиция қызметкері болу, ол адамның өзіне адамды тәртіпті болуға үйретеді, тәртіпке үйретеді. Неге десеңіз, кез келген уақытында бару, ету, шешім қабылдау, сондықтан уақыт өте келе адам тәртіпті болуға шақырады. Мен өзіме көбіне байқалмайды. Мысалы, енді үйге келгенде сондай семьяда сондай белгілі бір тәртіпке үйренген. Мысалы, мен таңертең 7-тен кете жұмысқа кететін болсам, 7-тен кете, мысалы, таңертең шай дайын тұру керек. Дәл сағат 1-де түскі шай, кешкі сағат 8-де кешкі ас дайын тұру, соның бәрі сонда үйретілген. Сонымен қатар жексенбі күндері, енді жексенбі күндері біздерде жұмысқа 9-9-дан кете барып кетеміз. Sonra дей тұрған беді таңертең жексенбі күндерде үйдегі балаларды сағат 9-дан кеш ұйықтап жатса, неге бұл 9-да, неге адам баласы 9-да неге ұйықтайды, таңертең неге тұрмайды 8-де деп сөйтіп шақыру, тәртіпке үйрету, мысалы, бір қалыпта. Өзім жұмыс жасату, шаруақта жұмыс жасатуға өзім шыққан кезде бірге ертіп жүріп, жұмыс жасатып, сондайды қалаймын. Телефон, ең қарапайым, телефонға да сол. Телефон соғамыз, енді өзім үйренген. Балаларымыз енді телефон көтермей қалса уақытында, сондай сұрақ туындайды. Адамда енді телефон сол үшін берілген емес пе, телефон неге уақытында адам қалтасында болмай ма, телефон неге уақытында жауап берілмейді. Егер жауап бере алмаған жағдайда кері қарай, сол моменте телефон соққанды қарап тұрып, сол адамға кері қарай телефон соғып, мені іздепсіз, мен телефон соғыпсыз, жай соқтыңыз ба, неге іздедіңіз, неге соқтыңыз деп жауап беру қажет екенін, сол балалардың бойына сіңіріп, сондай болады. Осы орайда сізге тосын сыйымыз бар. Сіздің жолдасыңыздан алынған арнайы бейне материалға назар салсақ. Полиция қызметкерінің жұбайы болу, ол төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді. Себебі олардың қызметтері уақытқа тәуелсіз. Кей кездері жұмысқа кешкі уақыттарда, мезгілсіз уақыттарда жұмысқа шақырылып жатады, немесе іс сапарларға кетіп жатады. Сол уақыттың бәрінде жұбайлары соған дайын болу керек. Әсіресе жас мамандарға, жас полиция қызметкерлерінің жұбайларына өте шыдамдылық қажет етеді. 23 маусым полиция қызметкерлерінің мерекесі. Осы сұхбатымыз барысында әріптестеріңізге деген жылы лебізіңізді естідік. Өзімнің әріптестеріме жұмыстарына, жасап жатқан жұмыстарында сәттілік, табыс тілеймін. Ары қарай қызметтік өсу. Енді кез келген адам қызметкер жұмысқа кіргеннен кейін армандайды ғой. Осылай етсем,
манағыдай абыройлы қызмет етсем, бір зейнеткерлікке шықсам деп абыроймен деп сол сәттілік тілеймін қызметкерлеріме. Мырзалы Өтеғалиұлы, сұхбатыңызға рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Құрметті көрермендер, осымен эфир уақыты аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.